Сәлем everybody. Осыдан 3 жыл бұрын банкта жұмыс істеген проблемный отделда. Проблемный отдел деген енді өзіңіз білесіз, должниктармен жұмыс. Карточкаларын блок жасау, жаңағы звондау, соттасу. Должниктар бұл отделді қансорғыштар дейді. Ал біздер бұл отделді ертегілер әлемі деп атаймыз. Өйткені каждый должниктің ертегісін тыңдаймыз ғой. Кәдімгі ертегі ғой. Біреулерге звондайсың бүйтіп. Алло, Валентин Түгеншевичсіз ба? Жоқ, оған звондамаңыз. Ол адам қайтыс болып кеткен. Қалай қайтыс болып кеткен? Осы кеше 3 күн бұрын звондап едік, сөйлесіп едік қой. Даусыңыз да сол адамға келіп тұр, өзіңізбен сөйлестік қой. Жоқ, мен ол емеспін. Қайтыс болып кеткен, оған звондамаңыз оған. Содан жаңа 3 күннен кейін қайтып звондайсың жаңа номерға. Қайтып звондасаң жаңағы дауыс қайтып алады ғой. Алло, Валентин Түгеншевичсіз ба? Иә. Кредит жөнінде звондап тұрғанбыз. Айта беріңіз. Айта бергенде не ме? Осы 3 күн бұрын сізді қайтыс болып кетті деп айтыр еді ғой. Қайтыс болып кетті дейсіз ба? Иә, негізі қайтыс болып кеткенмін негізі. Бірақ енді қазір медицина жақсы ғой енді. Қайтып тірілтіп алып шықты ғой. Тағы біреуіне звондайсың. Алло, сәлеметсіз бе? Балаңыздың кредит жөнінде звондап тұрғам. Қай бала? Қой, танымаймын мұндай адамды. Өзіңіздің балаңыз. Кеше сөйлескенде айтып едіңіз ғой, солай деп. Жоқ, танымаймын. Звондамаңыз маған. Өзінің туған баласын, туған мамасы танымай қалады ғой. Ертегі болмағанда не енді? Бірде жұмыста отырып жаңа бір адамға звондайды. Алло, саламатсыз ба? Кредит жөнінде звондап тұрғам. Десем, ар жағынан айтады. Бауырым, мен білем бұл кредит туралы. Дәл қазір дейді, дәл қазір. Қалтамда ақшам бар дейді, наличный. Просто қазір дейді. Тупикта тұрып жатырмын міне. 3 үй ауылда міне, 3 үй бар тек қана, 3 үй бар. Түк жоқ, терминалда, банкоматта ештеңе жоқ. Так ақша жетеді. Қазірде төлеп тастайтын едім, просто төлейтін жер болмай тұр. Районный центр деген 100 километр. Төлей алмай тұрмын, просто из-за того, что төлейтін жер жоқ. Так ақша жетеді менде. И бір кезде, осы кезде ар жағынан мынандай дауыс шығады ғой. Қазақ драма театры аялдамасы. Келесі аялдама Қазақ телеком аялдамасы. Тоқтаңызшы. Қайтып звондасаң, телефон отключен. Иә. Не деген ауыл? Керемет ауыл ғой. 3 үйі бар. Еще маршрут жүреді. Еще драм театр мен Қазақ телекомы бар. Ондай ауылдар бар болып тұр ғой Қазақстанда. Сөйтіп жаңа жұмыста отырдым бір күні. Жұмыста отырсам бір должница келді. Алдыма келіп отырды. И айтсам жаңа кредит туралы деп бастап атсам, әңгімесін бастап кетті ғой өзінің историясын. Менің деген кредит төлейтін возможностьым жоқ. Күйеуіммен айырылысып кеткем, алимент төлемей, жаңағы 2 балам бар, балдарым үйде аш отыр, 3 күннен бері тамақ ішкен жоқ, ұлтарақ жеп отыр. И сол уақытта примерно 20 мыңдай аванс алғам сол күні. Сол 20 мыңнан алдымда, 5 мың теңгесін алдымда, ананы аяп кеттім до такой степени әңгімесінен. Бүйтіп алдымда, жаңа Каримова деген злостный должница болды, сол келіп отыр ғой Каримова. Айттымды бердім. Балаңызға барып, не аларсыз, тамақ аларсыз, міне 5 мың сізге дедім. Жақсы, рахмет деп кетіп қалды. И сағат 6-ларда примерно жұмыс уақыты бітті. И начальник отдела кіріп келді офисқа. И жаңа маған келіп айтады, молодец сен, не болып қалды? Мына злостный должница Каримова бүгін 5 мың теңге төлеп кетіпті. Вообще төлемей жүреді, қалай төлеттің оны? Айтып қоясың, техникасын білем ғой енді деп. Содан екінші күні анандай бар бізде. Выездной группа деген бар, должниктарға үйлеріне барамыз, шығамыз. Сол выездной группаға сұрандым. Сөйтіп жаңағы екінші күні выездқа шығып кеттім должниктарға. И бір пятиэтажканың алдына келдім.
5-ші этажға көтерілдім. Жаңағы есікті қағып тұрмын ғой бір должник үйінен. Есікті қақтым, и бір кезде есікті ашты, қарасам бүйтіп бір амбал ғой, качок кәдімгідей. Мынандай менен. Еще деген взгляд грозный. Дауысын айтшы. Не керек? Ана жерде коллектормын, кредит туралы келіп тұрмын десем, точно таяқ жейін деп тұрмын ғой енді. Сасып қалдым кәдімгідей. Не айтарым білмей. Не ғой? Деп есіме ештеңе келмей жатыр. Нема? К700-тың покрышкасы бар ма? Саттық қайдым. Менде алды да. Жоқ ел, есік жауып тастады. Дедім ғой кәдімгідей. Оңай құртылдым. Осындайдың ойыма келе қалғанына қуанып кеттім ғой кәдімгідей. Сосын жаңа түсіп баратырмын ғой енді. 4-ші этажға түстім, 3-ші этажға түсіп баратсам, бір айқайлайды. Тоқташ деп. Қарасам, жаңа жігіт артымнан түсіп келді. Ойлап жатырмын, мынау менің коллектор екенімді біліп қалдым екен. Так, не істесем екен? Не болса да енді бетіме тигізбеуге тырысу керек енді. Не болсам да бетімді қорғайын деп тұрсам, қасыма келіп айтады. К700-тың покрышкасын іздеп жүрсің бе? Кеттік, жүрші дейді. Мәссаған. Бұл не болып кетті? Екеуміз подъездің алдына шығып кетіп баратық. Қазір менде гаражда бір К700-тың покрышкасы бар еді дейді. Дедім. Не істеймін? К700-тың покрышкасын келе жатырмын артынан. Тек жоқ болып шықса екен. Енді өтірік айттым, ойнап айттым десем, тағы таяқ жеймін. Коллектормын десем, тағы таяқ жеймін. Келдім жаңа, бір кезде гаражды ашты бүйтіп. Гараждың ішіне кірдік. Бір кезде қарасам, К700-тың покрышкасы тұр кәдімгі. И ана жігіт айтады да, міне К700-тың покрышкасы бар, кезінде алғам өзім жаңа занимация етуге. Куб алдымен ұрдым осыны, былай лақтырдым. Не ғой? Сатам алшеш. Мен енді, мынауым келмейді енді, аған басқа К700-тың покрышкасы керек деп айтайын десем, К700-тың басқа түрлерін білмейді екем. Тек қана бір түрі бар ғой, К700 деген. Сосын айтам, алғанда не? Алайын не? Қанша сұрап тұрсың дедім. Ол айтады, 50 мың дейді. Дедім, ішімнен қуанып кеттім. Құтылған жерім осы ғой. Брат, не? 50 мың жоқ менде, 15 мың теңгем бар. 15 мыңға енді бермейтін шығарсың қалай болғанда дедім. Бір кезде, 15 мың арзандау енді, ішімнен бейтіп тұрм енді, болды, құтылдым ғой да. Қалай да енді 15 мыңға су тегінге беріп жібермейсің ғой. Деп тұр еді, бір кезде айтады. 15 мыңға алсаң алшеші. По-любому бос тұр, занимация етіп атқанда жоқ дейді. Давай ала сал дейді. Сөйтіп 15 мыңға К700-тың покрышкасын сатып алдым. Кешке жұмысқа келдім. Сағат 6-да начальник отдела кіріп келді, проблемный отделдың. Маған келіп арқамнан қағап дейді. Не ол? Жоламанов бар емес пе біздің спортсмен, злостный неплательщик. Сол бүгін 15 мың төлеп сатты. Не дейді? Не болып кетті мынаудан? Мен өзім взыскатель, өзім проблемщикпін ба? Әлде өзім наоборот должниктардың кредитін төлейтін решалы болып кеттім ба? Не болып кетті? Деп сол жұмыстан шығып кеттім, короче. Сөйтіп жұмыстан шығып кетіп, бір 2 айдай ауылға кетіп қалдым жаңа. Бір нағашым бар еді, мал ұстайды. Соның бар бірге малын бағысып, жаңаға өзімде кішкене бір малдарым бар еді, соны қосып қойғам кезінде. Соны бірге барып малын бағысып жүрдім сол ауылда. Кішкентай тупик қой енді. 3 үй бар. Арасында маршрут жүреді, Қазақ телекомы бар, драм театры бар. И не, жақсы, жазда бассейн істеп қойдым. Бассейн емес, енді ванна істеп қойдым. Рахат қазір.
Ваннаны неден істеп қойғанымды біліп отырған шығарсыңдар. Үлкен К700-тың баллонынан. Бүгінше осы. Сау, келесі кездескенше жақсы көңілге менен лайк, шер, коммент сізден.